аттаған қасты ойламаймыз. Ой, бұл байғұса есінен танып қалды. Толғағы кел, Мыстанды шақыртыңдар. Ал Мыстан шешей, енді мыналарды тез дарияға лақтырып жібер. Қайтып келген соң тағы бір дорба алтын аласың. Ай, адамдар-ай, керек кезінде Мыстан шешей деп қалады. Балаларың қасыңда жатыр. Бейбақ екі күшік тудың сен, масқара. Күшіктерің қыңсылап жатыр ғой, емізбейсің бе? Мен баланың жылаған даусын естігем, сендер қастандық қылдыңдар. Күшік туды, масқара, күшік туды. Ханем, алыстан бір топ адам көрінеді. Жақсы хабар әкелсе егет. Неге үндемейсіңдер? Шафқат! Ханем, ханшайым екі баланың орнына екі күшік туды. Жұртқа қарайтын бет қалмады, ханием. Күшігі несі? Не естіп тұрмын, Құдай-ау? Сиқыр екен ғой бәрі. Жазасын өзіңіз айтыңыз. Сиқыр. Сен патшаға бір ұл, бір қыз тауып бересің деді. Ұлдың аты зарлық, қыздың аты мұңлық болады. Күшіктер. Жазасын сендер айтыңдар. Өлім. 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 Олай болса, ханшайымды екі күшігімен жолбарыс пен жыртқышаңдар мекендейтін қайтпас аралына апарып тастаңдар. Бір дорба алтын, алтын, алтын. Ай, бейкүнә сәбилер, ай, қимаймын. Бірақ тақу дүние не істетпейді. Мені Мыстан еткен адамдар сендерсіңдер ғой, сендерсіңдер. Біреуге істеген жақсылығың біреуге жамандық болып тиеді екен. Обалдарың адамдарға! Ей, арланым-ай, мені қорғаймын деп талай жараландың-ау. Оргиек, тоқташы. Айтшы, сен неге мен алдадың? Оргиек! Оргиек, қайдасың? Ашыл мүлдем, ашыл. Дидарыңмен шашыл. Оргиек біздің панамыз, ақ сүтін берген анамыз. Қарағай,
Қайда кеттің сен? Адаммысың, перімісің? Адаммын. Адам болсаң атыңды айт. Ағам келмей атымды айтпайым. Ағаң қайда? Ол алыс сапарда. Мен соның жолын тосып жүрмін. Онда не қып жүрген жансыңдар? Анадан туып едік, бір ұл бір қыз. Бейне бір қатар туған 2 жұлдыз. Алпыс өгей анамыз дұшпандықтан. Бізге жәбір қылыпты, кіл қара жүз. Анамыздың мезгілі жеткен екен. Әкеміз алыс сапар кеткен екен. 60 қатын тілімен суға тастап, мыстан кемпір дұшпандық еткен екен. Оргей екеумізге ана болып, осы тауда күніміз өткен екен. Менің атым Шаншархан. Мен сенің әкеңмін. Есігіңді аш. Мен саған сенбейм. Ағам келмей есікті аша алмайым. Ағаңның аты кім? Айтпайым. Онда мен айтайын. Ағаңның аты Зарлық, ал сенің атың мұңлық емес пе? Анаңның аты Ханшайым. Бәрібір сенбейм. О, қасиетті аймезді оргиек. 15 жыл бұрын Ханшайымға жолықтырып ең. Енді балаларым алып келді. Енді оларды құшағыма алып аймаласам, өлсем де арманым жоқ. Тоқта, қимылдама. Менің жоқ екенімді біліп, қарындасымды ұрлағалы келген адамсың ғой. Айт шыныңды, бұл жерде неғып жүрсің? Мен осында оргиек алып келді. Оргиек біздің панамыз, ақ сүтін берген анамыз. Сен Зарлықсың ғой. Мен сендердің әкелеріңмін. Мені аналарыңмен табыстырғанда осы оргиек ет. Енді сендерді тауып берді. Әкем болсаң, осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Алыс сапарда жүргенде қара ниет дұшпандар екеуіңнің ордыңа 2 күшік салып, сендерді суға лақтырып жіберіпті. Келші балам, маңдайыңнан бір иіскейін. Әке. Құлындарым менің. Әкетай. Әке. Құлыншақтарым менің. Құлындарым менің. Хан ием, мыналардың жазасын айтыңыз. Кешіре көріңіз, хан ием. Ханшайым, кешірш бізді. Бізді өлтіре көрмеңіз, бәріне кінәлі мынамыздан. Сендерге ешқандай кешірім болмайды. Хан ием, бүгінгі қуанышымызды қатал үкіміңізбен бұзбай-ақ қойыңыз. Бұларды мен 15 жыл бойы қорлықпен өмір сүрген қайтпас аралына жіберіңіз. Дүниенің кезек екенін бұлар да көрсін. Жарайды, Ханшайым, айтқаның болсын. Әкетіңдер мыналарды. Мені мыстан еткен адамдар сендерсіңдер! Сендерсіңдер! Аңыз әлде ертегі, осылай сыр шертеді. Шаншархан мен Ханшайым мұңлық зарлық кешегі, сағасында арыстың өткен екен деседі. Туған жердің тарихы жүрсін әркез ойыңда, аңыз түбі ақиқат екендігін мойында. Ескі зират әлі тұр Сырдария бойында. Ақ пен қара күресі бітпейтіні жайында, сабақ алып жас ұрпақ ақылға сап пайымда.